Сәлем достар. Арнада Елдос. Бүгін бізбен бірге 1185 тарау. Бұл үзіліс алдындағы соңғы тарау болғандықтан толық бет айтылар. Достар, лайк басып қолдау күтемін. Сонымен біз бастаймыз кеттік. 1185 тарау. Оларды жайына қалдыр. Мұхабада, Хэнкок аспаздық өнерді бар ынтасымен меңгеріп, Луффидің өз қолымен дайындаған асын жегенін армандайды. Шынымды айтсам, Хэнкок үшін оңай болмайтыны анық. Луффи One Piece әлеміндегі тамақты көп жейтін басты кейіпкер. Қысқасы, бұл мұхабаның көп маңыздылығы жоқ, тек тақырып өзгеше. Мені жайыма қалдырыңдар. Бұл тақырып не үшін айтылғаны көре біле жатамыз. Кендел, Бруктың саған бағынуын қадағала және оған әдеп ережелері мен сыпайы сөйлесу өнерін үйреттеп бір кездері Рувен өсиет еткен еді. Бұйрығыңыз орындалады. Рувен сама деп сұлу Кендел жауап берген. Ал енді бізге қайтадан кішкентай Брукты көрсетеді. Бала күннің өзінде ақ ол Тичке қатты ұқсайтын. Патша сарайының айналасы сұлуларға толы. Ал мына рахметсіздің қуанышында шек жоқ. Сәлем, арулар. Әрқайсың алдыңғысынан да әдемсіңдер. Кендел оның мұндай орынсыз қылығына наразы болып, мұндай әдепсіз әрекеттеріңді доғар, деп ескертеді. Бірақ Брук бәрібір. Дегенмен бәріңнің ішіндегі ең сұлуы сенсің, Кендел, дейді. Сен менің қарамағымдасың, сондықтан өзіңді соған сай ұста. Алайда Брук оны тағы да ренжітіп алады. Сол сәтте ол бұрылып, өзіне тән оғаш әдетін бастайды. Әрине, Кендел бұған шыдай алмайды. Сөйтіп, Бруктың бала күннен ақ тентек әрі бұзық мінезді болғанын көреміз. Брук, саған бұл киім ұнамай ма? Деп сұрады Кендел. Брук болса, егер мектепке барса, жақсы әндер шығара алмай қалатынын айтты. Оның үстіне ол жауынгерлер жасағының киімін киюге мүлде қарсы емес еді. Осылайша оның балалық шағы өте берді. Ол гитарасын құшақтап ұйықтайтын, ал Кендел оны әрдайым мейірмен үстіне көрпе жауып қоятын. Шынында да Кендел оған анасының орнын басқан жан еді. Саған қызығамын, жігітім. Өзіңді кінәлама. Өйткені сен Кендел ханымның тікелей шәкіртінің қарамағындағы жауынгерсің. Мұны естіген атты әскер жасағының өзгелері де қызғана қарады. Бір күні жаттығу кезінде Брук Кенделден: «Сізге ұнайтын ер адам бар ма?» деп сұрады. Сонда ол: «Иә, бар. Ол өте жоғары лауазымды, қол жетпейтін адам» деп жауап берді. Сондықтан да мен оның жанында қалуға лайық болу үшін қылыштасу өнерімді үздіксіз шыңдап келемін. Және бұл да аз екен айтып Брукқа мұңын айтады. Сондықтан мен одан ұзақ уақыт жанында болу үшін, бәрінен де жақын болу үшін қылыштасу шеберлігімді шыңдадым, дейді сұлу Кендел. Брук оған: «Егер сен сәл нәзік, қызға тән киінсең, мен саған міндетті түрде ғашық болар едім» деп ескертеді. Алайда Кендел бұған мән бермейді. Өйткені оның басты мақсаты өз сезімін дәлелдеу емес, сүйген адамының жанында болып, оған адал қызмет ету. Оның жанында дейсің бе? Сонда сен мені айтып тұрсың ба? Деп аңғал Брук қуана сұрайды. Алайда Кендел оған бірден: «Жоқ, әрине» деп жауап береді. Кейін серуен кезінде олардың қызықты әңгімесін көреміз. Кендел сама: «Сіздің іш киіміңіз ерлердікі ме?» «Жоқ» деп ол қатаң үнмен жауап береді. «Онда маған жай ғана көрсетіңізші. Брук, сенің әдептілігің әлі де өзгермепті. Біреуден бір нәрсе сұрағанда оны сыпайы әрі құрметпен сұрау керек». Осылайша ол аңғал баланы жақсы әдепке үйретуге тырысады. Сонда Брук бірден: «Ұлы мәртебелім, іш киіміңізді көрсету мәртебесіне ие болсам бола ма?» деп сұрайды. Бірақ Кендел бұған шыдамай оның басынан салып қалады. Содан кейін ол: «Тек әдемі сөздермен сыпайы сөйлеу жеткіліксіз. Ең алдымен адамда әдеп, сезімталдық және жақсы мінез болуы керек» дейді. Осылайша Бруктың балалық шағындағы естеліктерден уақыт сәл алға жылжиды. Адамның күші оның өзгелерге деген құрметі мен әдептілігіне тікелей байланысты деген сөз Бруктың жадында мәңгі сақталып қалады. Сол сәттен бастап ол әлемдегі ең сыпайы адам болуға бел буады. Кендел сама барлығының құрметі мен сүйіспеншілігіне бөленген жан еді деп есейген Брук сұлу Шуриге әңгімесін жалғастырады. Ол біздің өмірімізді нұрландырған күн секілді болатын. Айтпақшы, бір күні теңіз ағыны мен әлемдік үкіметтің кемесі Исперия патшалығына келіп тоқтайды. Сол кезде ел бұрын соңды болмаған қатыгез биліктің көлеңкесін сезініп, үрейге бой алдырып, біраз уақыт дүрбелеңге түседі деп әңгімесін жалғастырды Брук. Тәңір айдаһарларының келуі соншалықты қорқынышты әрі еңсені езердей ауыр еді. Оны сөзбен жеткізу мүмкін емес болатын. Бруктың сөздеріне қарағанда, сол оқиғадан кейін Кендел ханым қатты уайымдап, бірнеше ай бойы төсек тартып жатып қалған. Бұл хабарды естіген халық та қатты алаңдап, болашақтарына алаңдай бастады.
Мұндай жағдайда күлуге болмайтынын білемін, бірақ күннің батуы сол кездегі көңіл күйді өте дәл бейнелеп тұрғандай. Дегенмен осы оқиғадан кейін тараған келесі жаңалықтар әлдеқайда қуанышты болды. Ханшайым Шури өз тарихын баяндауды жалғастырды. Сенің қатал мінезімен танылған ханзада әкең ел тағына отырып, мемлекеттің жаңа патшасы атанды. Сол сәтте ол сенің анаң Кендл ханымға үйленетінін де жариялады. Сол күні Исперия патшалығы қуаныштан дүр сілкінді. Театр сахнасындай жаңғырған шаттыққа толы айқайлар мен толассыз шапалақтар бүкіл елді кернеп кетті деп Брук жүзінен қуаныш кетпей естелігін жалғастырды. Осы салтанатты мерекелерден кейін дүниеге сен келдің. Сен осы елдің ең асыл жауһарысың, деп Брук әуендетіп әндетіп келеді. Жол жөнекей ол ұлы ханшайым Шури туралы жаңа ән шығара бастайды. Сүйкімді ханшайым әнді мұқият тыңдап отыр. Сол сәтте Брук Шуридің сұлулығы анасынан дарығанын айтып қояды. Алайда мұны артық кеткен сөз екенін түсініп, бірден кешірім сұрайды да, негізгі әңгімеден ауытқып кеткенін айтады. Қысқасы, мен сенің ардақты ата-анаңды ерекше құрметтеймін. Олар менің өмірімдегі ең үлкен жақсылық жасаған жандар. Сол себепті мен олар үшін қажет болса, жанымды да қиюға дайынмын дейді Брук. Бірақ сұлу Шури бәрін түсініп қойған. Бруктың оның әке-шешесі туралы әңгімелері Шуридің жүйкесіне тиетін. Ол оған мүлде көңіл бөлмейді. Жарайды, Брук. Ал егер менің басыма жаман немесе қауіпті бірдеңе келсе ше? Деп ренжіген Шури сұрайды. Ондай жағдайда сөзсіз, мен сен үшін жанымды қияр едім деп жауап береді Брук. Бірақ Шури оның мұны тек қайырымды адамдарының қызы болғандықтан айтып тұрғанын түсінеді. Брук сәл ойланып алып, ол өзін дәл Шури үшін құрбан ететінін айтады. Сен тым ұзақ ойландың дейді Лоли шын жүректен. Бәрін түсініп тұрмын деп жауап қатады сұлу Шури, бірақ оның ренжісі ұзаққа бармады. Брук оны кәмпитпен көндіріп алды. Шури сондай ғой, ол кішкентайынан аузына бірдеңе салғанды жақсы көретін, өздеріңіз түсінесіздер. Одан әрі олардың шпагамен қызу жаттығулары басталды. Шури әкесін көріп қалды. Әке жөтеліп алып, әкесі, өзіңді ересек адамдай ұста да, әке деп ата деп айтады. Рубон да оны тәрбиелемек болды. Мен сені сүйемін, әке дейтін Шури. Ал Кенл мен Рубон оның Брукпен жаттығуын сырттай бақылап тұрды. Уақыт өте келе, бізге Брук пен ханшайым Шуридің арасындағы ерекше қарым-қатынас көрсетіледі. Брук қайда барса да Шуридің жанынан табылатын. Егер ханшайым саусағын жаралап алса, ол бірден дәрі қобдишасын әкелетін. Жаңбыр астында серуендесе, қолына қолшатыр ұстап қасында жүретін. Тіпті Шуридің бойының өсуінде екеуі бірге бақылап отырған. Осы әсерлі естеліктер аясында Брук өзінің әнін баяу ыңылдап айтады. Біз олардың бірге өткізген бақытты әрі көңілді күндерін көреміз. Тіпті Брук ауырып қалған кезде де, Шури оған ерекше қамқорлық жасап, медбикелерді қатаң қадағалайтын. Ол тіпті Брук үшін тамақ дайындауды да үйрене бастайды. Қысқасы, бұл тараудағы ең әсерлі беттердің бірі. Өйткені дәл осы сәттерден One Piece шығармасының шынайы рухы сезіледі. Брук жайлы естеліктер өте керемет болғаны біз үшін жағымды. Оның капитаны Луфи өте мейірімді жан, сондықтан Брук Сабан қалпақ тобындағы көңілді мейірімді жан екені белгілі. Сонымен біз тарауды ары қарай жалғастырамыз. Бірақ бұл бақытты күндерде көпке созылмады. Уақыт өте келе, кадр сыртындағы дауыс мұңға толы хабарды жеткізді. Біз білуге асыққан тақырып жақындап келе жатқандай. Белгісіз бір адам ащы дауыспен музыкалық аспап ойнап тұрған көрініспен бастайды. Исперияда әуен үні өшті. Кезінде жанға жылу сыйлаған әуезді әуендердің жаңғырығы да жоғалды. Ел ішінде халықтың толассыз жөтелінен өзге ештеңе естілмейтін болды. Дәл сол жылы улы тұман бүкіл елді жайлаған кезде, ханшайым Шури 15 жасқа толған еді. Улы тұман бүкіл елді жайлап, адамдардың өкпесін зақымдай бастады. Уақыт өткен сайын оның күші артып, ақырында айналаны түгел қаптаған улы тұманға айналды. Тұман міндетті түрде сейіледі. Бір күні бәрі қалпына келеді деп үмітін үзбеді сұлу патшайым Кендл. Алайда көріп тұрғандарыңыздай, жағдай күн өткен сайын ушыға түсті. Бұл қасірет көптеген адамның өмірін жалмап, талай жанның ажалына себеп болды. Исперияның ең қымбат қазынасы саналатын музыкалық аспаптары да осы улы тұманның кесірінен шіріп, жарамсыз күйге түсті. Шынын айтқанда, осы сәтте Кендл патшайымның тағдыры экран сыртында аяқталды. Иә, осылайша біз тағы бір ананың қазасымен қоштастық. Мұндай ешқандай сатқындықта, бұған дейін талқылаған қасиетті рыцарлардың астыртын әрекеті де болған жоқ. Ол жай ғана улы тұманның кесірінен көз жұмды. Шынында да бұл оқиға жанға қатты батады. Кейін елде бірінен соң бірі түсініксіз жағдайлар орын ала бастады.
Мемлекет біртіндеп әлсіреп, тоқтаусыз күйреу мен күйзелістің құрсауында қалды. Ақырында улы тұман сейілгенімен оның артында қалдырған зардаптары әлі күнге дейін елді тұңғиыққа қарай итермелеуде. Елді тұңғиыққа сүйреп бара жатты. Елестетіп көріңізші, оның қаза болғаны аздай, артынан соңғы үмітте үзілді. Бірақ ең ауыры, біз Кендлден айырылдық. Рахмет саған, Ода. Ұстаз, рахмет. Артынша біз барша жұрттың теңдессіз арумен қоштасып, қара жамылған ауыр сәттерін көреміз. Ұлы мәртебелі патша, біз дүниежүзілік үкімет төлеуге міндетті көктегі алымды енді жинай алмайтын халге жеттік деп Рувенге қарамағындағы адамдар баяндады. Иә, сөзсіз бұл солардың істеп отырған ісі болса керек. Сендер кімді айтып отырғанымды жақсы білесіңдер. Мұндай жағдай бірінші рет емес. Эльбаф жеріндегі жағдайдан сәл басқаша сияқты. Брук осы сұлу ханшайымды жаттықтыруын жалғастыра берді. Шуридің бақылау хакейі. Ханшайым, кей қимылдарыңызды байқап жүрмін. Болашақты алдын ала сезетіндей әсер қалдырасыз. Сізде бақылау хакейіне деген ерекше қабілет бар сияқты, деді Брук. Мен міндетті түрде анам сияқты боламын, деді Шури нық сеніммен. Қабілетіңізге күмәнім жоқ. Бірақ ханшайымның алдыңғы шепте шайқасуына әкеңіз ешқашан рұқсат бермейді. Әкемді соңғы уақытта бір нәрсе қатты алаңдатып жүрген секілді. Жаңбыр астында әңгімелесіп тұрған екеуі алда бір қиын кезеңнің келе жатқанын іштей сезгендей еді. Бұл заңды нәрсе. Алда не күтіп тұрғаны да түсінікті. Бірақ мен оның бұйрығын бұлжытпай орындауға міндеттімін. Өйткені мен оның адал қызметшісімін, деді Брук. Осылайша Брук Кендлдің орнын басып, Исперия патшалығы рыцарларының басшысы атанды. Брук, сіздің арманыңыз қарақшы болу емес пе? Деп сұрады Шури. Қарызды қайтару бәрінен маңызды. Менің өз мақсатым күте тұрады, деп жауап берді Брук. Шынында да тек осы отбасының тарихы аяқталғаннан кейін ғана Брук еркіндікке шығып, Йоркимен бірге теңізге аттанатын еді. Онда мен де сізбен бірге барамын, деді Шури. Бірақ Брук басын шайқап, бұл ешқашан болмайды, ханшайым, деді. Шури бірақ сөзінен қайтар емес. Біраз уақыт өткен соң біз әбден титықтап, жүдеп кеткен патшаны көреміз. Ұлы билеуші Рувен халқының алдына шығып, соғыс дабылы қағылды. Біздің жауымыз дүниежүзілік үкімет деп мәлімдейді. Брук еш ойланбастан бұйрыққа бағынады. Тоқтаңыз, қолбасшы. Мәртебелі патша сізді шақырды. Ол бәрінің себебін түсіндірмек, дейді айналасындағылар. Бірақ Брукке себептің өзі маңызды емес еді. Ол халқын қорғау үшін кез келген жауды талқандауға дайын болатын. Сонда патша жиналғандарға шындықты айтады. Әлгілер бізден биылғы аспан салығын алып тастау үшін 1000 құл беруді талап етті. Алайда қасиетті жерде құл болу өлім жазасымен тең еді. 2 айдан кейін дүниежүзілік үкіметтің кемелері осында келеді. Бірақ мен оларға ештеңе бермеймін. Қайсар Рувен осындай батыл шешім қабылдайды. Нағыз патша дәл осындай болуы керек еді. Өз халқын қорғау үшін бәріне қарсы тұруға дайын. One Piece әлеміндегі патшалар үшін дүниежүзілік үкіметке қарсы шығу өте қиын мәселе. Иә, біз One Piece тарауларда бұндай оқиға туралы көрдік. Соның бірі Эльбаф патшасы Харальд, бірақ ол қарсы тұрған жоқ. Ол алданып тұзаққа түсіп қалған болатын. Сонымен біз әрі қарай жалғастырамыз. Еліміз тығырыққа тірелді. Қолбасшы мырза, енді бізді не күтіп тұр? Деп Урук көшелеріндегі қарттар алаңдай сұрады. Дүниежүзілік үкіметке қосылмаған елдердің бәрі жемқорлық жайлаған аймаққа айналып, заңнан тыс мемлекет болып кетеді дейді ғой. Бұл рас па? Бізді шынымен түп тамырымызбен тонап кетпей ме? Жақында ғана Вест Блюдегі бір елдің жер бетінен жоғалып кеткенін естідік. Үрей мен үмітсіздік халықтың жүрегін билеген еді. Бірақ Брук олардың еңсесін түсірудің орнына әні мен жігер беруді жалғастырды. Ол көңілді әуендер шығарып, қала тұрғындарының рухын көтеруге тырысты. Олар бізге жақындай алмай. Тіпті біздің әрбір қадамымыздан дүниежүзілік үкіметтің өзі қорқады. Деп Брук қираған көшелерде шабытқа толы әндерін шырқады. Елдің жағдайы тым мүшкіл еді. Алайда оның әндері болса да халықтың жүзінде аз уақытқа болса да күлкі сыйлайтын. Біраз уақыт өткен соң тағы бір суыт хабар жетті. Олар солтүстік жағалауға келіп тоқтады. Жасақ алға. Алда бәрінде ең ауыр әрі ең қатыгез сынақ күтіп тұрған еді. Руван патшаның өсиеті бойынша әлемдік үкімет өзіне тиесілі 1000 құлды алып кету үшін келді. Оларды жайына қалдырыңдар. Міне тараудың атауы да осы еді. Олардың мұншалықты көп әскермен келетінін ешкім айтпаған. Жағаға аяқ басуына жол бермеңдер. Брукпен бірге шайқасқан қарапайым сарбаздар жауды бар күштерімен тоқтатуға тырысты. Бізді әлемнің шетінде, картаның ең қиырында қалған ел деп ұмытқан шығарсыңдар. Бірақ біз сендер ойлағандай оңай олжа емеспіз.
Брук қылышын қынынан суырып, нық дауыспен сөзін жалғады. Ол ешқашан өшпейді, жоғалмайды. Ол әлі күнге дейін қауіп төндіріп тұрған күш. Оны ешкім ұрлай алмайды, оған бірде-бір бөгде жан қол жеткізе алмайды. Бір қадамда шегінбейміз. Бізге қылышпен келсеңдер, біз сендерге қылышпен жауап береміз. Ашу ызамен. Ал Брук сарайға қарай бет алған жолында әлемдік үкіметтің жасақтарын бірінен соң бірін талқандап келе жатты. Командир, жаулар сарайға басып кірді. Баспалдақтарды бекітіңдер. Мен өзім барамын. Брук бірден Ханшайым Шури мен Руванға көмекке асықты. Олар дәл сол сәтте сарай ішінде еді. Осы кезде Рувон мен Шуридің арасындағы қызу тартыс көрсетіледі. Не болса да, Рувон дүниежүзілік үкіметке аяусыз қарсылық көрсетуге бел буды. Ал Брук сарайға қарай құстай ұшып бара жатып, Исперия патшалығына басып кірген дүниежүзілік үкіметтің барлық жасақтарын жолай тас-талқан етіп жатты. Біз үнемі бірге ойнайтын қоқыс алаңы. Міне енді оны жалын шарпып жатыр деп байқады Брук. Ханшайым Шури. Біз бірге серуендейтін бақ та өртеніп кетіпті. Брук өз патшалығының көз алдында күйреп жатқанын үнсіз бақылап тұрды. Көп ұзамай ол сарайдың ең үлкен залына апаратын баспалдаққа жетті. Мәртебелім. Ханшайым Шури. Брук жанталаса жүгіріп келіп, есікті айқара ашты. Дәл сол сәтте оның көз алдында жан түршігерлік көрініс орын алды. Біз Гарасейлердің ықпалына түскен Ханшайым Шуриді көреміз. Қанатты Риверерси есімді қасиетті рыцар Брукқа қарсы шығып, құлға айналған король Рувонды өз қолымен өлтіреді. Кадрдың сол жағынан аса қорқынышты, жан түршігерлік бейнені байқауға болады. Брук алғашында не болып жатқанын түсінбей абдырап қалады. Ең бастысы, Ханшайым Шуридің артында біз жаңа кейіпкерді көреміз. Бұл, сірә, қасиетті рыцарлардың ресми құрамындағы көптен бері жасырылып келген соңғы мүшесі болса керек. Оның сұлбасы бізге көз ілеспес сәтке ғана көрсетілді, әрі ол шынымен де Ширю Дождыға қатты ұқсайды. Жеке түсінбеген жандар Ширю қазіргі маршал Тич құрамындағы қарақшы кейіпкер Ширюда дүниежүзілік үкімет адамы болған. Мүмкін біз көріп тұрған кейіпкер оның әкесі болуы мүмкін немесе басқа. Жеке өзім мына оңбағанның қандай ібіліс жемісінің иесі екенін білгім келеді. Өйткені қасиетті рыцарлардың әрқайсысында өте қызықты әрі ерекше ібіліс жемісінің қабілеттері бар. Соғыс ақыры аяқталды, Брук. Бұған қуанатын шығарсың, солай емес пе? Осылай деп өз еркінен айырылған бейшара Шури мысқылдай жымиды. Бірақ мені бір нәрсе қатты ойландырады. Брук шынымен соншалықты аңғалма. Ол мұның шынайы Шури емес екенін байқамады ма? Бұл қанатты әлдебір жынға көбірек ұқсайды ғой. Қанаттары, құлға айналғаны, түсініксіз дауысы, мінезінің күрт өзгеруі, осының бәрі оны еш күмәндандырмаған ба? Ол осы жылдардың бәрінде Ронды өлтірді деп Шуриді жек көріп өмір сүрді. Шынымен бе? Жарайды, Брук тым аңғал болған шығар. Әлде сендер мұны ұмытып кеткен боларсыңдар. Енді 2 аптадан кейін манга үзілістен оралғанда, бұл флешбек аяқталып, біз қайтадан Илбафқа ораламыз деп үміттенемін. Сонда бізге Бруктың неге нағыз Шуриді мына жалған бейнемен ажырата алмағанын түсіндіретін шығар. Ал Инсамка тағы да сол қасиетті рыцармен шайқасады. Бруктың өткені мен Эспери патшалығының қалай құлағаны туралы тұтас 3 тарау берілді. Міне осыны нағыз керемет ашу дейді. Бұл жолы ода оқырмандарын шынымен қуантты. Қазақ тіліне аударған Елдос. Келесі аптаға дейін аман-есен сау болыңдар. Лайк басып пікір қалдыруды, тіркеліп кетуді ұмытып кеткендер Иму Самаға айтып қоямын. Достар, ойнап айтамын.